Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Біз өздеріңізбенен Аллах Тағаланың көркем есімдерінің қазыналарын бірге іздеудеміз. Бүгінгі сол қазынаның ішінде жасырын жатқан керемет есімі Әт-Тәуәб, яғни тәубені көп қабыл етуші. Бұл әрине бір ғана мағынасы. Бұл есіммен әр құлдың, яғни әр қайсымыздың тәжірибесі бар десек артық емес. Себебі күнә да болады, қателік те болады. Ал жүректі түзейтін тәубе. Біз бұл есімнің тілдік мағынасына, болмысына, Құрандағы орындарына өтпес бұрын алдымен осы есімнің шындығын ашатын бірнеше мысалға назар аударайық. Елестетіңізші, бір мектеп ашылды. Сіз директорсыз. Ережесі қатаң, жүйе тәртіпті, емтихан әділ өтеді. Бір оқушы үлгермей жүр. Егер сіз тек ережені қолданып, кім оқымаса құлайды деп қойсаңыз, бұл әділдік. Ал егер сіз оның жағдайын бақылап, бірде ескертіп, бірде түсіндіріп, бірде талап қойып, бірде көтермелеп, бірде қателігін түзетіп, соңында ол түзеліп емтиханнан өтіп кетсе, бұл мейірім. Яғни әділдік ереже бойынша баға беру, ал мейірім адамды құлап кетпей тұрып құтқару үшін қадағалап жетелеу. Тағы бір мысалды беріп көрелік, тереңірек түсінуіміз үшін. Бір әке баласын батыс елге оқуға жіберді. Ақшасын берді, бірақ жағдайын сұрамады. 5 жылдан соң ұлы ақшаны шашып, оқымай қайтып келді. Әкесі, мен бәрін бердім, сен құртып келдің деуге толық құқысы бар. Бұл әділдік. Ал егер әке баласының жағдайын бақылап, бірде шақыртып, бірде барып, бірде шығынын қысқартып, бірде қорқытып, бірде жігерлендіріп, соңында ол диплом алып келсе, бұл әділдіктен жоғары мейірім болады. Аллахтың Әт-Тәуәб есімі осы жерден былай түсініледі. Алла Тағала адамға ақыл берді, таңдау берді, нәпсі қалады, табиғи болмысты фитратты берді, шариғат түсірді, пайғамбарлар жіберді, әлемді белгілерге толтырды, өзінің құдіреті мен жалғыздығына нұсқайтын. Егер Алла адамды тек берілген жүйемен осы қалдырып, соны жеткілікті көріп, ол соңында тозаққа түссе, бұл әділдік болар еді. Ал Алла мейіріммен не істейді? Ойланыңызшы, адам бір қадам жамандыққа беттесе, Алла оны оятатын себептер береді. Бірде қорқытады, бірде тежейді, бірде қиындықпен тоқтатады, яғни сынақтармен, бірде жақсылармен табыстырады, бірде жүрегін қысады, бірде жүрегін ашады. Соңында адам түзеліп, тәубеге келіп, жәннатқа лайық болса, бұл Алланың ерекше рахымы. Міне, Әт-Тәуәб есімі дәл осы мейірімнен аңғарылатын, дәл осы мейірімнен бізге үлес берілетін керемет есімі. Алла Тағала әділдігінде Құранда бізге былай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ман амила солихан фали нафсихи ва ман аса'a фа алейха ва ма раббука бизаллами лил абид. Кім игі істесе өз пайдасына, кім жамандық істесе өз зиянына, Раббың құлдарға қиянат жасаушы емес деген. Бұл әділдік. Ал Әт-Тәуәб осы әділдіктің үстіндегі қадағалау арқылы құтқару, яғни мейірім. Тәрбие дегеннің өзегі бақылау, қадағалау. Білім беруде екі түрлі адам бар. Мұғалім сабағын өтеді де бітті. Кім түсінді, кім түсінбеді, соңынан бармайды. Тәрбиеші мұрабби, ол күнде бақылап, жағдайын сұрап, кемшілігін түзетіп, жақсылыққа жетелеп отырады. Алла құлымен дәл осылай құлдың ойымен де, ниетімен де, әрекетімен де айналысып, оны түзетуге себеп жібереді. Бір адам маған шариғат пен тариқаттың айырмасын түсіндім, бірақ тариқат пен хақиқаттың айырмасын нақты түсінбедім деді. Сонда мен мынадай мысал айттым. Елестетші, биік таудың төбесінде керемет сарай бар. Ішінде барлық нығмет бар. Жылу, ас, тыныштық, қауіпсіздік, бақ, жеміс. 3 түрлі адам бар енді. Біреуі шариғат ғалымы. Саған сарайдың қандай екенін сипаттайды. Ішінде мынау бар дейді. Екіншісі тариқат ғалымы. Саған сарайға қалай баратыныңды түсіндіреді. Қай жолмен, қай көлікпен, қай бекеттен өтесің, бәрін айтады. Ал үшінші хақиқат ғалымы саған тек түсіндіріп қана қоймай, қолыңнан ұстап сарайдың ішіне кіргізеді. Яғни мақсат сарайды сырттай тыңдау емес, ішіне еніп нығметін көру. Дін тілінде де, яғни шариғат тілінде де ислам сыртқы мойынсыну, иман жүректегі сенім, ихсан Алланы көріп тұрғандай өмір сүру деген осы. Ал ең жоғарысы ихсан. Ол біздің негізгі мақсатымыз. Алла бізді не үшін жаратты деген сұрақ қойғыңыз келсе, оның жауабы: Алла Тағала адамдарды босқа жаратпады. Ол бізге мәңгі бақытты қалайды. Алла Құранда айтады: «Илля ман рахима раббука ва лизалика халақахум». Раббың рахым еткендерден басқасы, және ол оларды дәл осы рахым үшін жаратты дейді.
келесі аятта وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ мен жындар мен адамдарды тек өзіме құлшылық етулері үшін ғана жараттым. Міне мақсат осы. Алла адамды жәннат үшін жаратып, оған ақыл, фитра, таңдау, нәпсі қалауын, қуат, әлемді, шариғатты беріп қоя салу мүмкін еді. Сонда адам өз бетімен жүріп, біреуі түзу жолға түседі, біреуі қиғаш жолға кетеді. Бәрі сонымен тәмам болады. Бірақ не болады? Біреуді көресің, қисық жолмен жүріп барады, қиянат жолмен барады, ләззатқа батып жатады. Алланың жолын менсінбей барады. Осының соңы тозақпен аяқталар еді. Бірақ Раббымыз оны сол күй тастап қоймайды. Алла араласады, алдымен ескертеді, ақиқатты естіртеді, ойлантатындай белгі береді. Егер адам бәрібір қайтпаса, Алла оған ішкі сыртқы қиындық жібереді. Бірде тарылтады, бірде тежейді, бірде ауырлатады. Тіпті Алла мұны азабан сауда, сатылап күшейетін ауырлық деп те атаған. Бұл дәрігердің дәрісі секілді, яғни әдістері секілді. Дәріні 250 мөлшерде береді, әсер етпесе 500 болмаса 750 болмаса 1000, әсер әлсіз болса мөлшерді күшейтеді. Осыны түсіну өте маңызды нәрсе, құрметті оқырман. Әт-Тауаб есімі мейірімнің есімі. Алла әділдікпен қараса, біз талайымыз тозаққа лайық болар едік, Алла одан сақтасын. Ал Алла бізге рахымымен қараса, бізді жәннатқа лайық қылып тәрбиелейді. Бұл Әт-Тауаб Алла. Яғни Алла сені тастамайды, қадағалайды, тәрбиелейді, ескертеді, тоқтатады, қайтаруға мүмкіндік береді. Адам харам ақша жесе, Алла оның берекесін кетіреді. Кейде 10 есе зиян келтіріп, тәубеге итермелейді. Адам біреудің ар намысына тиісе берсе, Алла оған бір түйінді қиындық береді. Ол жылдар бойы қысылады. Сосын жүрегіне бұл сенің мына күнәңнің салдары деген ой түседі. Сонда барып адам тәубеге келеді. Осылайша Алла құлын тәрбиелейді, дүниеде дүзелсін, ақыретте жәннатта болсын деп. Тәуаб сөзінің тілдік мәні қандай? Тәуаб фаал өлшемінде күшейтпелі формада келген, яғни көп тәубе қабыл етуші, қайта-қайта тәубеге жол ашушы деген мағынаны береді дейді ғұламалар. Пенде тәибун, бір рет тәубе етуші болуы мүмкін, ал Алла тәуаб, құл қанша рет сүрінсе де қайтадан қайтуға мүмкіндік беретін, тәубесін қабыл ететін Раббымыз Алла. Ал түбірі тәбә, қайту, оралу дегенді береді. Сондықтан араб тілінде мағынасы жақын бірнеше етістіктері бар. Тәбә, тәубе етті, қайтты. Екінші тәбә, қайта оралды. Ва саба иля руштихи, есін жиды, қайтты деген сөз. Ва аба, қайтты деген мағына, анаба, Раббысына бет бұрды. Осының бәрі бір үлкен ұғымды білдіреді. Аллаға қайта оралу. Ал Алла тәуаб дегеннің бір мағынасы, Алла құлына жақсылықты қайта-қайта береді, рахымды қайта-қайта төгеді, кешірімді қайта-қайта ашады. Ең нәзік мағына, Алла тәубеге жеткізу үшін өзі тәубе еткізеді. Бұл мағынаны Алла тағала айқын Құранда айтады. «Сумма таба алейхим лиятубу инналлаха хуат-тауабур рахим». Сосын Алла оларды тәубе етулері үшін тәубеге жеткізді. Расында Алла тәубені көп қабыл етуші, ерекше мейірімді дейді. Міне, терең сыр осы. Алла алдымен құлына бет бұрады, оның жүрегін оятады. Сонда құл тәубеге келеді. Егер Алла адамды күнәсімен қоя берсе, денсаулығы жақсы, ақшасы көп, қызығы мол, күнәсі үздіксіз жасалып жатса, ондай адам тіптен тәубеге келмей кету мүмкін еді. Ал Алла тәуаб болғандықтан оған кейде қиындық береді. Мақсаты сындыру емес, мақсаты өзіне қарай қайтару. Дәрістегі өмірлік мысалдарға назар аударсақ, бір адам мол табыс тапты да Америкаға барып еркін күнәға батамын деп аттанды. Сонда күтпеген жерден қатты ауырсыну басталып, тексерісте ауыр диагноз шығады. Қайта оралып, мешіттен мешітке, ғылым мәжілістеріне қатысып, шынайы тәубе етеді. Егер ол денсаулық пен молшылықта жүре берсе, тәубеге келмей кетуі мүмкін еді. Сондықтан Алла жоқ деп өмір сүрген бір адам баласының ауыр жағдайын көтере алмай, алғаш рет ғұсыл алып 2 рәкат намаз оқып, шын жалбарынады. Сол сәтте Алла жеңілдік береді, бала шипа табады. Бұл тәуаб есімінің көрінісі, жүректі тәубеге бұру. Қадірлі оқырман, әт-тәуаб дегеніміз Алла құлын тастамайды, күнәсінде қатырып қоймайды, ескертеді, тежейді, оятады, қажет болса қиындық арқылы қайтарады. Сөйтіп құлын тәубеге келтіріп, жәннатқа лайық қылады. Сондықтан аяттағы сөз өте терең. Тәбә алейхим лиятубу, олар тәубе етсін деп Алла оларды тәубеге жеткізді. Бұл аят зерттеудегі ең көркем аяттардың бірі. Яғни Алла кей құлына қиындық жіберіп, сол арқылы тәубеге жетелейді. Бірақ енді сұрақ туады. Нағыз батыр кім? Қиындық келгеннен кейін ғана бұрылатын адам емес, нағыз батыр рахатта тұрып ақ
Аллаға өз еркімен келетін адам. Әрине, басына іс түскеннен кейін тәубе еткеннің тәубесі де қабыл, ол да жақсы. Алла әр тәубе еткенге береке берсін дейміз әрине. Бірақ ең кемелі, ең қуаттысы Алланы қиындықта емес, рахатта тану. Бай кезде, күшті кезде, жағдайың жақсы кезде де Аллаға қарай оралу. Тәуап сөзінің екінші мағынасы тәубеге итермелейтін сынақ. Алла Тағала Құранда бізге айтады: «Иллаллазина табу ва аслаху ва байяну фаулаика атубу алейхим ва ана тауабур рахим». Тек тәубе етіп, түзеліп, ақиқатты ашық білдіргендерден басқасы, міне солардың тәубесін қабыл етемін. Мен тәубені көп қабыл етуші ерекше мейірімдімін дейді. Ал енді мына аят тіпті терең. «Сумма таба алейхим лиятубу». Сосын Алла оларды тәубе етулері үшін тәубеге жеткізді, жүректерін оятты. Бұл жерде екі жағдай бар. Біріншісі, Алланың тәубесі, яғни құлдың тәубесінен бұрын келсе, бұл Алланың құлды оятатын сынақ, таршылық, ескерту жіберуі, яғни тәубеге жетелейтін тәрбиесі деген сөз. Екіншісі, Алланың тәубесі құл тәубе еткеннен кейін келсе, бұл Алланың тәубені қабыл етуі. Сонда құл екі нәрсенің арасында жүреді екен әрқайсымыз. Бір жағында тәубеге итермелеу, екінші жағында тәубесін қабыл ету. Ақылды адам қиындықты күтпейді. Мен әрбір адамға бір логикалық сұрақ қойғым келеді. Мысалы, жасы 80-ге келген кісі өміріне қараса, қай жерде қателестім, сол жерде Алла маған бір белгі берді, бір қиындық жіберді де қайтадан өзіне қайтарды деп талайын еске алатын еді. Онда біз неге қиындық келсін деп күтеміз? Ақыл қиындықсыз ақ Аллаға қайту, даналық ескерту келмей тұрып ояну. Жастар бұны үлкендерден, ересектерден үйренсін дер едім. Өз басына түспей тұрып ақ ғибрат алсын айналасынан. Тәубенің толықтығы қабыл болуы және тұрақтап қалу. Ғалымдар мынандай сөз айтады: Алла құлына алдымен тәубеге себеп жасайды, ал толық тәубе, тәубенің қабыл болуы, сол тәубеде тұрақтап қалу. Кей адам: «Я Раббым, тәубе еттім» дейді де, мен өзім-ақ ұстаймын деп қоя салады. Яғни өзім-ақ осы тәубемен енді жүре берем деп. Ал дұғада мынаны қоспаса: «Уа жүректерді тура жолда тұрақтандырушы, жүрегімді дінінде бекемет», яғни жүрегімді дінімде бекемде, онда адам қайта сүрініп кетуі мүмкін, егер бұл дұғаны Алладан жалбарынып сұрамаса. Неге? Өйткені тәубеден кейін қайта құлау адамды рухани күйретеді. Тіпті кей кісі тәубеге дейін 1000 рет жасағаным тәубеден кейін 1 рет жасағаннан жеңіл еді деп қалады. Себебі тәубеден кейін күнәға қайта оралса, үміт үзіліп, мен түзелмеймін деп ойлап қалу мүмкін, шайтан да жұмыс жасайды. Сондықтан Алланың мейірімі тәубені қабыл ету ғана емес, тәубеде бекіту. Біздің жалғыз өзіміздің шамамыз келмес еді. Алла тәубеңді қалайды, нәпсі жолы сенің тайғаныңды қалайды. Алла Тағала Құранда анық айтты: «Валлаху юриду ан ятуба алейкум ва юриду аллазина яттабиуна шахават ан тамилу майлан азима». Алла сендердің тәубелеріңді қабыл етуді қалайды. Ал нәпсі құмарлыққа ергендер сендердің қатты тайып жолдан, яғни тура жолдан қатты тайып кетулеріңді қалайды. Бұл өте үлкен өлшем. Алла саған жақсылық қалайды, мәңгі бақыт қалайды. Ал күнә жолындағы адамдар сені өзіне тартқысы келеді. Кейбірі: «Күнә істей бер, қойш, Алла кешіреді, есеп қатты емес» деп алдайды. Бұл адастыру жолындағы батыл сөздері. Сондықтан, яғни жалған сөздері. Сондықтан осы иләһи ерікті қасиет тұт. Алла сенің түзелуіңді қалайды. Дүние алдайды, бірақ соңғы нәтиже өте маңызды. Біреу қазір сәнді көлікпен күліп ойнап жүр, екіншісі жаяу жүр, қарапайым. Көзге қарағанда ұтқан көліктегі адам сияқты, бірақ ақыл көзімен қарасаң, бірі сәнді көлікпен дар ағашына, яғни өзіне қол жұмсауға кетіп бара жатса, екіншісі жаяу жүріп мұра болатын сарайға бара жатса, қайсысына құтты болсын дейміз? Әрине жаяу адамға. Өйткені істің бағасы соңы. «Құл тәмәттәу фа инна масирукум илән-нар». Айт оларға: ләззат ала беріңдер, бірақ соңғы қайтар жерлерің от, тозақ дейді. Алла сақтасын. Және де Аллах Тағала қасиетті Құранда айтады. Ибрахим сөзін келтіреді: «Уа Раббым, бұл жерді қауіпсіз қыла көр, халқына жемістерден ризық бер, олардың иман келтіргендеріне» деді. Алла жауап беріп: «Кім күпірлік етсе, оны аз ғана уақыт пайдаландырамын, сосын тозақ азабына мәжбүрлеймін. Қандай жаман қайтар жер» деді. Және тағы бір аятта: «Ла яғурраннака тақаллубул лазина кафару фил билад, матаун қалил, сумма маъуахум жаханнам ва би'сал михад». Кәпірлердің елдерде, әртүрлі елдерде еркін жүріп тұруы сені алдамасын. Ол аз ғана уақыттық пайдалану, кейін олардың орны жаханнам. Ол қандай жаман төсек деді. Басқа аятында:
Құл матау дуния қалил, вал ахирату хойрун лиман иттақа, валя тузламуна фатила. Айт, дүниенің қызығы азғана, ал ақырет тақуаға қайырлы, сендер титтей де әділетсіздікке ұшырамайсыңдар дейді. Тағы бір аятында Аллах тағала біздің есімізді жиғызып былай дейді: сендерге берілген нәрсенің бәрі дүниенің азғана қызығы мен сәні, ал Алланың қасындағылары қайырлы әрі мәңгі. Ақылға келмейсіңдер ме сонда да? Біз оған көркем уәде беріп, ол уәдеге жететін адам дүниелік қызық беріп, кейін қиямет күні әкелінетін адаммен бірдей ме деді. Алла тағала кей аяттарда сұрақты дәл жүрекке қадайтындай етіп қояды. Күнәһар мен мүмінді тең көресіңдер ме? Бұл күндей анық шындық қой дейді. Сосын аятта мәләкум кайфа тахкумун, сендерге не болды, қалай үкім бересіңдер десе, тағы бір аятта афаман кана муъминан каман кана фасиқун ла ястауун, сонда мұъмин болған адам пасықпен тең бе? Олар тең емес деді. Афанаджалул муслимина кал мужримин, біз мұсылмандарды қылмыскерлермен тең қыламыз ба? Сұрақты қалай әдемі қояды Алла. Және де тағы бір аятта жамандық істегендер өзін иман келтіріп ізгі амал жасағандармен тең қыламыз деп ойлай ма? Өмірлері мен өлімдері бірдей бола ма? Қандай жаман үкім дейді. Міне ақиқат айқын. Тауаб есімінің мағынасы Алла жақсылықты қайта-қайта беруші деген мағынасы. Ат-тауаб дегеніміз Алла құлына қайта-қайта жақсылықпен оралады. Жаңбыр соның сыйы, тыныстап жүрген ауа соның сыйы, ағзаңның үздіксіз жұмыс істеп тұруы соның сыйы, күнделікті нығметтің бәрі соның қайтып оралған мейірімі. Ал екіншісі тәубеге итермелейтін тәрбие, яғни тауаб есімінің екінші мағынасы. Алла кейде адамды тәубеге жеткізу үшін ескерту, қиындық, таршылық береді. Бұл да мейірім. Алла тағала Құранда айтты: «Фаин каззабука фақул раббукум зу рахматин васиа ва ла юриду баъсуху анил қаумил мужримин». Егер олар сені өтірікші десе, ей Мұхаммед, айт оларға: Раббыларыңның рахымы кең, бірақ оның азабы қылмыскер қауымнан қайтарылмайды деп. Міне аяттың нәзік жері Алланың кең рахымы кейде азабын қайтармаумен көрінеді. Неге? Өйткені азап кек үшін емес, түзету үшін болуы мүмкін. Бұл мысал берсек, әке тәрбиесі сияқты. Ақылды әке баласын қадағалап, кейде тыйып, кейде қатайып, ақыры оқытса, бала кейін әкемнің сол қатаңдығы мені адам етті дейді. Ал ақылсыз мейірім баланы тастап қою. Кейін ол өмірде күйреп, неге әкем мені жөнге салмады деп өкініп қалады. Сен оны өз еркіңмен ізде, яғни Алланы, әйтпесе ол сені өзіне қарай алып келеді. Міне үлкен қағида: Аллаға өзің жүгіріп келгені ең абыройлысы. Ал кей адамды Алла қиындықпен сүйреп әкеледі. Сондықтан менің қысқа үндеуім: оған өзің жүгіріп бар, әйтпесе ол сені жүгіртіп әкеледі. Өйткені Алла қалай қорқытуды да біледі, қалай жүректі селт еткізуді де біледі, қалай дізеңді дірілдетуді де біледі. Ол Алла ат-тауаб. Сондықтан ең дұрыс жол өз еркіңмен, махаббатпен, ақылмен келу. Тәубе тек кешірім емес, құрметті оқырмандар, бұл түзелу де. Тәубе бір сәттік сөз емес, яғни ол күнәні тастау, өкініш, қайта оралмауға ниет ету, әрі құл ақысы болса соны өтеу. Сондықтан Құранда кей күнәларың деп келеді, яғни кейбір күнәлар яғфир лакум мин зунубикум, күнәларыңның бір бөлігін кешіреді. Және тағы да яғфир лакум мин зунубикум, күнәларыңның бір бөлігін кешіреді деген осындай аяттар келеді. Яғни Аллаға қатысты күнә кешіріледі, бірақ Алла қаласа, бірақ адамдардың ақысын қайтару, кешірім сұрау керек. Алла адам кешірмейінше Алла кешірмейді. Нәтиже ең үлкен жеңіспен аяқталады. وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Кім Аллаға және елшісіне бойсынса, ұлы жеңіске жетті. Инна акрамакум индаллахи атқаукум дейді Аллах. Алланың алдында ең ардақтыларың, ең тақуаларың. Жәбір көрген адамның көңіліне жұбаныш болатын бір ақиқат бар. Залымның Аллаға қарсы күнәда болуының өзі жәбірленушіге жеткілікті жұбаныш. Өйткені әділдік міндетті түрде орнайды. Қадірлі оқырман, тауап деген Алла тек әділдікпен ғана үкім етпейді. Ол құлын күн сайын қадағалап, тәрбиелеп, ақыры мейіріміне бөлейді. Алла мейірім иесі ат-тауаб. Ол саған аманат жүктеді, ақыл берді, әлемді қызметіңе жаратты, таңдау еркіндігін берді, нәпсі қалауын берді, фитра табиғи болмыс берді, шариғат берді. Бірақ сонымен тоқтамайды. Әр қадамыңды бақылап, саған ақыл айтып,
сақтандырып отырады. Алла тағала хаким, яғни дана. Егер адам ишарамен ақ түсінетін болса, сөздің қажеті болмайды. Егер сөзбен ақ түсінетін болса, қатаңдықтың да қажеті болмайды. Кейде адам жүрегінде бір қысылу сезінеді. Мына істе бір күмән бар. Бұл Алланың ишарасы. Ал кей адамдарға ашық тәрбие керек болады. Кейде елеулі ескерту, кейде ауыр сабақ, кейде қатаң тоқтату. Сондықтан Алланың алдында дәрежесі биік болған сайын қолына ишара жеткілікті болады. Сол үшін ерге ишара да жеткілікті дейді. Алла сені тастамайды, сенімді бол. Ол сені қалайды, өзіне қарай тәубемен оралуыңды. Тәуап, Алла бізді тастамайды, қайта бізді өзіне керек қылады. Біз оған керек болғандықтан емес, ол бізге рақым еткісі келгендіктен керекпіз Аллаға. Алла бізді дүниеде түзелсін, ақиретте бақыт тапсын деп жаратып отыр. Алла бізге мұқтажсыз. Сондықтан біреулер ғылым мәжілісін тастап кетеді де, көп өтпей қайта келеді. Неге? Кейде Алла бір қиындық береді, адам жүгіріп қайтадан Раббысына келеді. Сол үшін ақылдысы қиындықты күтпей-ақ тұрақты болу. Теңіздегі кішкентай қайық сияқты болма. Жел қайда соқса, сонда кететін. Керісінше берік кеме бол. Алла тағала сол берік адамдарды мақтап тұрып Құранда айтады: «Минал муъминина риджалун садақу ма ахадуллаха алейхи, фаминхум ман қада нахджаху, ва минхум ман янтазир, ва ма баддалу табдила». Мүміндердің ішінде Аллаға берген уәдесінде шын тұрған ерлер бар. Олардың бір бөлігі уәдесін орындап кетті, бір бөлігі күтіп жүр. Олар ешқашан өзгерген жоқ. Сен де Аллаға уәде берсең, берік тұр, ғылым алуға, құлшылыққа, адамдарға қызмет етуге. Егер Алла сені бір сәт төмен түсіріп, сынап көрсе, сенің қайта көтерілуіңді күтеді. Тез оян, тез қайт, тез түзел. Міне, Ат-Тауаб есімінің рухы осы. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады: «Иза раджа'ал абдул аси илаллахи нада мунадин фис самавати вал арди ан ханиу фуланан фақад исталаха ма'аллах». Күнәһар құл Аллаға қайтса, тәубемен оралса, көк пен жерге жарияшы жар салады. Періште Раббысының: «Пәленшені құттықтаңдар, ол Алла тағаламен арасын жөндеді» дейді. Аллаху акбар. Міне, құрметті оқырман, өздеріңізбенен Аллах тағаланың Ат-Тауаб есімін, керемет есіммен таныстық. Аллах тағала бұл есімнің білімін, нұрын жүректерімізге құйсын, және осы біліммен айналаңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Олар да Аллаға тәубе етуге ғашық болсын.